Сәлем достар, үш сұрақ деген жобамызды бастаймыз. Алғашқы қонағымыз Талшын Тоқжанова. Талшынмен бірге бүгін біз тіл туралы сөйлесеміз. Талшын, бірінші сұрағымыз сізге. Неше тіл білесің? Сәлематсыздар ма? Мен көп тіл білмеймін. Сол Қазақстандағы міндетті болатын және барлығы қолданғысы келіп жүрген 3 тілді білемін. Ол қазақ, орыс және ағылшын тілдері. Екінші сұрағымыз, ағылшын тілін қалай үйрендіңіз? Ағылшын тілін үйрену процесім ұзақ та күрделі және де сондай бір мұңлы процесс болды деп айтсам болады. Қазір ағылшын тілін үйреніп жүрген адамдарды жақсы түсінемін деп те айта аламын. Толған курстар, толған кітаптар, барлығын бастайсың. Соңына дейін кейбірін жеткізесің, кейбірін жеткізбейсің. Нәтиже қайда деп, аласапыран күйде өмір сүргенімде баршылық. Алайда ағылшынды оқуым өте ерте басталмады. Ол тек 17-18 жасымнан басталды. Және 17-18-нен шамамен 21 жасыма дейінгі кезеңдердің барлығы бір нәтижесіз ағылшын тілін іздеумен болдым деп айтсам болады. Бірақ қазір мен сол процесстерді ойлана келе өзім ойлаймын. Бәлкім ол кезде мен нәтижені қазір көрем дегенім қателік болған шығар. Өйткені тіл үйрену ол ұзақ процесс, және ол ұзақ процесстен мен де өттім. Ең алдымен курстарға бардым, одан кейін өзім кітап оқи бастадым, кейін фильмдер тамашаладым, одан кейін ақырындап көбірек ақпараттар іздей бастадым. Нәтижесінде қазір ағылшын тіліме өзінің көңілім толады. Ағылшын тілі қазір қай деңгейде сізде? Ағылшын тілін білмеймін қандай деңгейде деп айтса болады, бірақ жеткілікті түрде, еркін түрде сөйлесіп, жазып, есту қабілеттерім дамыған деп айтсам болады. IELTS әртүрлі халықаралық емтихандар тапсырдыңыз ғой? Иә, TOEFL тапсырғам шамамен 3 жыл бұрын, ол кезде 102 балл алдым. Қазір тапсырсам жоғарырақ аламын деп ойлаймын. Яғни шетелде оқу бітіріп келдіңіз? Иә, магистратураны ақш-тағы Калифорния штатында, оңтүстік Калифорния университетінде экономикалық дамуды бағдарлама мамандығы бойынша оқып бітірдім. Және сізге қоятын соңғы сұрағымыз, тіл үйренушілерге қандай кеңестер бересіз? Ең алдымен бірінші кеңесім, ол ең алдымен тілге деген махаббат керек. Егер де сіз тілді жай ғана біреу сізді қинағандықтан, немесе қазір осыны істемесем ағылшын тілінен құрғап қалады екен, елдің бәрі үйреніп жатыр екен, сол үшін мен оны үйрене салайын десеңіз, әрине үйрене аласыз, бірақ керемет нәтижеге қол жеткізе аласыз деп ойламаймын. Меніңше әрбір тіл өзінше бір музыка, өзінің әні, өзінің бір ырғағы бар сияқты. Сол ырғақты жақсы көре бастасаңыз, сол тілмен бірге келетін жаңа мәдениетті жақсы көрсеңіз, сол тілмен бірге келетін білімге деген көзқарасыңыз арта бастаса, тілді үйрену процесі жеңілдей түседі. Оны мен сездім, көрдім, білдім. Және екінші кеңесім ол ең алдымен оны көбірек практикада қолдана білу қажет, көбірек сөйлесу. Мәселен, мен баяғы заманда ағылшын тілім нашар болғанда, сөйлесу қабілетім болмаған кезде ұялатымын. Бірақ бір күні ұялудың барлығын артқа тастап, енді мен сөйлесе бастайым деп шештім. Әрине, бірінші рет адамдармен сөйлесуге барған кезде мен барлық сөйлемді түсіндім деп айта алмаймын. Бір сөйлемді түсінем, ал екіншісін тіпті де түсінбеймін. Үшіншісін түсінем, төртіншісін түсінбеймін. Сол кезде миға өте үлкен қысым түседі. Өйткені сіз ана сөйлемнің бәрін құрастырып, білмегеніңіз орнына өзіңіз сөз қойып, ана кісіге жауап қайтару керексіз. Миға қиын, біраз стресс, бірақ сол процесстердің барлығын өте берсеңіз, бір күні өзіңіздің сол адамды қалай түсініп кеткеніңізді байқамай қаласыз. Әлі күнге дейін сол бір қиналып тұрған сәттерім өзімнің көзіме елестейді. Мынау не айтып тұр екен дегенді, бірақ сонда да қоймай сөйлесе беру керек. Екінші нәрсеміз, сіз егер Қазақстанда болсаңыз, әрине ол үшін түрлі клубтарға барыңыз, English клубтарға барыңыз, немесе өзіңіздің досыңызды, өзіңіздің басы серіктесіңіз қылып алыңыз да, онымен бірге аптасына 2-3 сағат әңгіме дүкен құруға тырысыңыз. Және тек қана ағылшын тілінде сөйлеймін деп айтыңыз. Екінші нәрсе, ол көбірек аудиоблогтар тыңдасаңыз болады. Ол өзіңіз үшін өте ыңғайлы. Жолда кетіп бара жатқанда, біреуді күтіп тұрған кезде, немесе жай ғана жалықтым-ау деген кезде аудиоблогты қосып тыңдап көріңіз. Мәселен, мен үшін ең сүйікті блогым ол NPR аудиоблогындағы TED Hour дейтін Гай Росс деген кісінің бағдарламасы болатын. Ол бойынша шамамен бір тақырыптағы 3-4 TED тағы адамдардың сөздерін бір блокқа тығап,
өте қысқа форматта сізге оны түсіндіріп береді. Және жүргізушінің дауысы сондай тамаша, тыңдай бергің келеді. Және үшінші нәрсені айтайын, ол орта жасау. Өзіңізге бір жасанды орта жасауға тырысыңыз. Телефоныңызды ағылшын тіліне ауыстырыңыз, компьютеріңізді ағылшын тілінде орнатыңыз, банкоматқа барсаңыз ағылшын тілін таңдаңыз. Егер де бір ақпаратты дереу іздеу керек болса, оны да ағылшын тілінде іздеуге тырысыңыз. Сол кезде сіздің тіліңіз ол өлі емес, кәдімгі өмір сүретін тірі тілге айналады. Өйткені сіз оны қолданасыз, және әрбір қолданған сайын ол сөз миыңызда бекіп тұрады. Бәлкім сіздің өміріңізде жиі болатын шығар. Мына сөзді мен білемін деп те, бірақ ол сөз келмейді ойыңызға. Бұл жерде миды кінәлаудың қажеті жоқ, оған ренжудің де жолы жоқ. Ол тек қана бір жерде сақталып қалған информацияны бірнеше рет қазғаннан кейін ғана оны ол тез тауып алады. Сондықтан көбірек қолданыңыз, жасанды орта жасаңыз. Бәрі өз қолыңызда. Меніңше тіл үйренем деп Америкаға да барудың қажеті жоқ. Егер Антарктидада тұрсаңыз да, қазір ағылшын тілі үйреніп алатын үлкен мүмкіндік бар, өйткені ғаламдық тор және жан-жағыңызда сіз үшін тілді үйреніп алуға мүмкіндік болатын түрлі адамдар толып жүр. Сондықтан мүмкіндіктерді қолданыңыз да, өзіңіздің ағылшын тілін үйренем деген процесіңізді ұзаққа создырмай, дәл қазір бастап, оны еркін түрде меңгеріп алыңыз. Көп рахмет, Талшын. Сонда айтын болсақ, тіл үйрену үшін адамға жүйелік керек, сенім керек, және осы тілге деген кішкене сүйіспеншілік те керек екен. Қош сау болыңыздар. Сәлеммен, Талшын және Бақытгүл. Сау болыңыз.